Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ең тәтті, ең оңай дайындалатын балды торттың, яғни медовик тортының рецептісін сіздерге ұсынамын. Ең алдымен арнама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Торт үшін бізге 3 жұмыртқа, вареный сгущенка, бал, нан содасы, қант және де май қажет болады. Ең алдымен газымызды қосып, үлкен ыдысқа су қойып қоямыз, ысытамыз. Одан кейін 250 грамм майымызды өлшеп аламыз. Менде щедрое лето маргарины. Жаңағы ысып тұрған суымызға ыдыс қойып, водяной баняда майымызды ертіп аламыз. Газды бәсеңдетіп қойсаңыздар болады. Міне менде май толығымен еріді. Енді осында 200 грамм қантымызды қосамыз. Қант ерігенше араластырып отыру қажет. Одан кейін 3 жұмыртқамызды араластырып отырып қосамыз. Міндетті түрде араластырып отырып қосу қажет. Өйткені астындағы су ыстық болғандықтан жұмыртқасы пісіп кетпеуі керек. Енді осында 3 ас қасық балымызды қосамыз. Сізде қандай бал бар, соның кез келгенін қоса беруге болады. Екі шай қасық нан содамызды қосамыз. Енді 10 минуттай үнемі араластырып отыру қажет. Сода өз реакциясын беріп, беті көпіршіктеніп, 2 есеге ұлғаюы қажет. Міне беті көпіршіктенді. Енді осы массамызды суытамыз. Суығаннан кейін үлкен ыдысқа құйып аламыз. Жылы күйінде қолдана берсеңіздер болады. Енді ұнымызды өлшейміз. 500 грамм ұнымызды өлшеп алып, алдымен қасықтың көмегімен араластырып, одан кейін қолдың көмегімен қамырымызды илей беруге болады. Тағы да 200 грамм ұнымды өлшеп алып қостым. Енді қолдың көмегімен қамыр илеймін. Жұмсақ, қолға жабыспайтын, алтын тәріздес сап-сары қамыр шығады. Міне дайын. Нәзік, қолға жабыспайды, жұмсақ. Енді осы қамырымызды 7-8 бөлшекке бөліп алып, целлофанға салып, тоңазытқышқа 20 минутқа қалдырамыз. Енді креміне кірісеміз. 1 вареный сгущенкаға 1 банка 200 грамм сары майымызды қосып, миксердің көмегімен араластырып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Сол кремімізді тоңазытқышқа салып қоямыз.
Енді қамырымызға кірісеміз. Оқтаудың көмегімен жайып алып, духовкада 5-10 минуттай пісіріп отырып, коржықтарымыздың барлығын пісіріп аламыз. Осындай артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Бөлек ыдысқа салып отырамыз. Оны блендердің көмегімен үгітіп алсаңыздар болады. Блендер болмаса, қолмен де үгітуге болады. Енді әр коржығымызға кремімізді жағып, бетін жаңағы ұнтақпен әрлеп шығамыз. Жанын, бетін барлығын. Өз қалауыңызша әртүрлі қылып әрлеуге болады. Мен шоколадты теркадан өткіздім. Сіз қалауыңызша әртүрлі жемістерді қойып әрлеуіңізге болады. Рецептіні жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп кетуіңізді ұмытпаңыз.